Бола ма? Жанан. Көрдің ба? Қорқатын ештеңке жоқ. Менімен жүрсең өлмейсің. Қайсарға не дейсің? Кешіктің ғой. Ашуланбай ма? Оған басын қатырма. Тоқта! Балтаны лақтыр! Не болды, бауырым? Таста балтаны! Бауырым, не болды? Қолыңды артыңа айқастыр. Қолыңды артыңа айқастыр. Келсейікті, Айқастыр қолыңды. ақшаңды аласың. Зерле! Ақшаны аласың. Зерле! Тоқта! 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 Сағынып қалдың ба? Иә. Қайда жүрсің? Жігіттермен бір шаруа болып қалды. Жейден кір болып кетіпті. Мхм. Шеш формаңды жуып берейін. Жоқ, қазір Қаншаға барып келуім керек. Мен оған бүгін кіріп шыққамын. Не дейді? Көңіл күй онша емес. Баяғы әдетіне басқан шығар. Саташ. Мүмкін ол кісінің айтқаны дұрыс шығар. Айтпақшы, саған дәрі келдім. Соңғы кезде өзімді дәрісіз жақсы сезініп жүрмін. Ондай әңгімені қой. Мен қайтып келгенше дәрін ішетін болды, жақсы ма? Жарайды. Көп жүрмеш, тамақ ішеміз. Жылдам. Бол тез-тез. Су берші, мен шөлдеп кет. Саташ. Не тындырдың? Мал ұрлаушылар тым есіріп кетті. Даладағы жылқыны жығады да, терісін сыпырып, етін салып алады. Ақыры біреуін қолға түсірдім. Тәукенбаев, трубканы Тимебаевқа бер. Алло, я. Біреуін ұстап алдым. Қағаздарын дайындай беріңдер. Сосын бір аптадан бері пистолет от алмай тұр. Есіңде болсын. Жақсы. Тексеріс қашан? Бір аптадан кейін?
Жақсы. Сосын айнаның дәрісін ұмытпашы. Рахмет. Бопты. Саташ, мен саған айтып едім ғой, кітап жаза бастадым деп. Естеліктер, аздаған әңгіместе бар. Кітап дейсіз бе? Иә. Маған дәл қазір бір әңгіменің жүйесі ойыма келіп тұр. Тыңдайсың ба? Жоқ, қазір уақытым жоқ. Мен туралы. Бұл өзі ауылда тұратын. Айналасының көбі жақтыра бермейтін бір мен туралы. Жұмыс десе есі кетіп. Тіпті ауырып жатқан әйеліне де қарауға мұршасы жоқ. Жұмыс тадалыс дегені соншалықты. Әйелін емдетуге ақшасы да жоқ. Сол ауылда бір әкесіндей болып кеткен шал бар екен. Жалғызбасы шал оған бар жиған ақшасын алып, қалаға бар десе тыңдамайды. Ақшаны да алмайды. Әңгіме топас деп аталады. Өте қызықты. Тоқта. Алсаңшы. Алмайын. Тоқта! Тоқта дедің ғой мен саған! Дастан, бұл нешінші рейсіміз? 10-шы ма? Түспетті ғой. Қыздарға бармаймыз ба? Анау айтпақшы Данашы бухгалтериядағы. Бұлай жаман емес, а? Бір рет. Бір жерден оқығам. Әйелдерге еркектер жиі барса, өмірлер ұзақ болады екен. Ғалымдар дәлелдепті. Сен саспа. Бәрі дұрыс болады. Мынау жынды ма? Сигнал берші. Жоқ сигнал. Тоқтама. Тоқтама. Шық тез. 5 жыл бірге жұмыс істеп, сені мұндайды күтпеппін. Сен неге оны өлтірдің? Көп қиналмасын дегенім ғой. Біз келесе едік қой, ешкімді өлтірмейміз деп. Бірінші сен аттың ғой. А второй где? Ты же говорил, второй будет. Давай на месте встретимся, слышишь? Дұрыстап жерлеш, адам сияқты. Мен төлеймін. Қанша? Жақсылап төлеймін.
айтпақшы, саған айтуға ұмытып кетіппін. Бүгін бір барымташын ұстап алдым. Мүмкін оны ауданға өзім апарармын. Үйде тозып кетіпті. Не дейсің? Сол кезде дәрігерге жолығам. Қашан қайтасың? Бір-екі күнде. Абайлап жүрші. Айна, сен ана дәріңді іштің бе? Айна. Дәрін ішпегенсің ғой. Маған алғаш рет көргендегідей қарап тұрсың ғой. Мен саған өмірімнің соңына дейін осылай қарап өтем. Мен әрқашан сенің қасыңдамын. Бар, есікті аш. Уәлихан, немене керек, немене жүрсің? Саташ аға, сіз маған карабин көрсетем дегенсіз. Қандай карабин? Кәдімгі карабин. Той сосын келші, уақытым жоқ. Саташ аға, Жындысың ба? сіз маған уәде бердіңіз ғой. Туған күнің болғанда көрсетем дедім ғой саған. Туған күнім кеше болған. Қаншаға толдың? 15-ке. Сен кеше ана бірінші классқа барып едің ғой. Бірінші классқа 7 жыл бұрын барғам. Көрсетесіз бе? Болшы тез-тез. Атуға бола ма? Болмайды. Иығың әлсіз.
Даукенбаеву А.С. За героизм на службе. Әкеңіздің аты ма? Иә. Ал менің әкеме бұндай берілген жоқ. Менің әкеме де бермеу керек еді. Бар үйіңе. Шешең күтіп қалды. Как ты, брат? Аман есен жеттің бе? Бәрі жақсы ма? Иә. Бәрі осында ма? Иә, осында. Бәрі дұрыс. Онда кеттік. Кеттік. Что за дыра? Достан, сколько нам еще ехать? Где-то километров 50. Че, устал? Нервы сдают. Ну, потерпи немного. Скоро приедем. А потом будем сидеть у океана, отдыхать. Побыстрее, побыстрее бы. Да. Все будет хорошо, не волнуйся. Что случилось? Что случилось? Түсір аяғыңды. Түсір аяқты. Дұрыс па бәрі, не болды? Ал мен Саташ ағаның үйінде болдым. Енді болсаң не істеймін? Ол маған карабинін көрсетті. Ана малды суғардың ба? Иә. Мам. Неге Саташ ағаның әкесіне карабин берді, ал менікіне берген жоқ? Мам. Оның шені жоғары болатын. Сондықтан да берді. Ал Саташ аға не үшін карабин жасырып жүр? Қайтесің сол карабинді? Керек пе саған? Одан да ет же сорпа аш суып қалады. Жоқ, маған карабин керек емес. Маған шындық керек. Айттым ғой саған шындықты, білесің бәрін. Екеуі тапсырмада жүргенде ерлікпен қаза тапты. Соншалықты ерлікпен қаза тапса, бір мылтық бере алмады ма? Қайтесің оны? Неше рет айттым саған. Білесің бәрін. Балам, одан да екеуміз қалаға барайықшы.
аяқ киім аламыз. Сізден соңғы рет сұрап тұрмын. Комбинатта сол жылы не болды? Комбинатты қарақшылар жаулап алды. Сол жерде әкең ерлікпен қаза тапты. Шал! 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 Шал, жіберші мені? Шал! А? Шал! Қарасайшы маған! Оу! Не болды? Машинистің қалды. Әлі 30 шақырым жүру керек. Осы жолмен жүрсең, мына жерде жақын маңда ауыл бар. Сонда көлігіңді жөндеп аласың. Ангар там есть? Иә, ангар бар. Бірақ сол ауылда Қаныш деген ақсақал бар. Ол мені ұнатпайды. Мен де оны жақтырмаймын. Мүмкін сен тілін табарсың. А жители? Жители не сдадут? А? Тек қана Қаныштың үйінде телефоны бар. Сен былай істе. Осы жолмен жүре беріңдер. Ал мен төтесінен шығам. Кеттік. Только никаких убийств больше. Хорошо? Құдайдың бұйрығы болады. Кеттік. Жүріңдер, жігіттер. Анаған отыршы. Отырыңдар. Достан, ты доверяешь этим людям? А у тебя другие варианты есть? Нету. И у меня нет.
Саташыға! Тыныш! Анда! Тыныш дедім саған, айнан оятасың. Не болды? Анда адам өліп жатыр. Қандай адам? Кәдімгі еркек адам. Қайда? Анда, шөптің үстінде. Мас шығар ол. Жо, оны атып өлтірді. Көрінген шығар. Жо, оның аяғы үстіне шығып жатыр. Қан ағып жатыр. Мақұл, жүр. Шық, үйіңе бар. Сіз оның қайда жатқан білмейсіз. Өзім табам, шық дедім саған. Сіз оның қайда жатқан білмейсіз. Шық дедім. Қалай табасыз оны? Ассалаумалейкум, аға. Шаруам бар еді. Құлағым сенде. Атым Дастан, мен инженермін. Біз бір объектіге топырақ апара жатырмыз. Бірақ машинамыз сынып қалды. Құрал сайман анау-мынау өзімізде бар. Жөнде баларек. Сондықтан ангар керек болып тұр. Ешкім кірмейтін. Химиялық заттар, радиация опасно для жизни деген ғой.
Мен сені бұл өңірден көрген жоқпын ғой. Иә, Менде аңғар бар екен, қайдан білесің? жұрттан естідім. Сенің көліктен түскен бетің осы. Әлі ешкіммен сөйлескен жоқсың. Қойныш аға, бәрі бір емес пе? Давайте келесейік нормально. Онда мен телефон шалайын. Білейін. Қандай топырақ, нендей радиация апара жатқандарыңды. Қайтесіз, аға. Келесейік, аға. Жақсылап төлейм, аға. Ты что делаешь, сука? Саспа, бәрі ойдағыдай. Айттым ғой, ешкімді өлтірмейміз деп. Егер ол звондаса білесің ба не болатынын? Жағдайымыз өте қатты қиындап кетер еді. Енді не істеймін? Что делать буду, а? Мына халықтың алдына барып, не деп айтатын сөздеріңді ойла. Шалға берем деген ақшаңды түгелдей маған бересің. Өйткені мына шаруаңды шештім ғой мен. Иә. Достар, бүгін қайғылы жағдай орын алды. Өте өкінішті. Бірақ сіздер сабыр сақтаңыздар. Біз ешкімге жамандық жасамаймыз. Атым Дастан. Біз жай ғана инженерлерміз. Тапсырма бойынша келе жатыр едік. Машинамыз тым қалды. Сондықтан амал жоқ. Енді бізге 1-2 күн керек. Жүк машинасында радиоактивті топырақ бар. Оған жақын бармаңыздар. Өте қауіпті. Сол үшін оны ауыл сыртына тастап кеттік. Біз ол топырақты бочкалармен тасимыз. Жұмысымыз біткенше тыныш отырыңыздар. Бұл үшін ақша төлейміз. Поймите тоже. Бұл қылмыстарыңа жауап бересіңдер. Мен бәрін түсінем. Бірақ бізге Ай, балам-ау, қалай үйден көп шықпаймыз? уақыт керек емес. Малымыз бар ғой. Я прошу вас, давайте договорим. Жүр дедім мен саған. Сөзді ұқпайды екенсіңдер. Қимылды. Қайсар! Қайсар! Кісенді босатшы! Қайсар, ренжімеші! Бауырым, көмектеші! Кісен,
Сен босач. Ha? Қайсар. Ренжімеш. Тоқта! Тоқта! Мен Қайсардың інісім. Бар, көмектес. Осында тұрасың ба? Үйін қайда? Аман. Қорқпа. Қорқпа дейім. Қорқпа. Күйеуің қайда? Қолыңды босатайын ба? Босат. Бәрі жақсы болады. Мен барда, саған ешкім тиіспейді. Тек қашуға тырыспа. Түсінікті ма? Бар, тамақ дайында. Бар. Бар тез. Қазір барды айтқанын істе. Бұғым?
Дастан, бағанағы айтқан сөзің шын ба? Не туралы? Радиация туралы. Арине. Люди умирают от незнания. По глупости. Хватает всего минуты рядом. Иногда половины. Так что в ангар не суетесь. Че сидишь, помог бы? Одевай противогаз, еще оборудование надо установить. Жүрме ме? Бар бөшкелерді алып кел. Тересінде бірдеңе болса артыспай. Я чуть не задохнулся. Давай. Так. Дастан, охранник где? Дастан, сен оны босатам деген сөзің қайда? Он на меня с оружием полез. Он мог меня убить. А старик? Старик, он-то никого не хотел убивать. Сука. Ну да. Старика жалко. Я вот думаю. Я же его по-человечески просил, не надо звонить, ничего делать. Или он это... Может, он это смерти хотел сам? Да не хотел он смерти. Ты думаешь, что ты говоришь? Он хотел жить. Тірі адам тіршілігін жасау керек. Здесь что, по-твоему, жить, что ли? А? Ты вокруг смотрел? Тут же ни хрена вообще нет. Ну какой смысл в такой жизни? А? А у нас? А у нас что? Жизнь? Дастан, давай успокоимся и нормально поговорим. Дастан, посмотри на меня. Давай все бросим. Бросим. И давай вернемся. Чё? Чё ты сказал? Куда вернемся? Мы 5 лет готовились с тобой. Чё, гонишь, что ли? Куда вернемся, я спрашиваю? К этим уродам, которые тебя подставили и обвинили в смерти чужого человека? Или к ментам? А может, ты в детдом собрался вернуться, а? Малик?
Сейчас я... Лишь бы все получилось. Малик. У нас все получится. Давай завершим работу и деньги получим. Ну ты сам прикинь, а? Мы такие идем, приходим в авиакассу, покупаем билеты, садимся в самолет, белый такой, и улетаем. Дом возьмем на берегу океана, как мы мечтали. А? Достан. Посмотри, посмотри. Сейчас. Здесь наклейка. Как в детстве, помнишь? Где? Помнишь в детстве? Вон та вот желтая с тачками, как у меня была. Ну, в смысле, моя. Ну, изначально она была моя, а потом она стала твоей. Ну не гони ты, она моя была. Твоя, твоя. Давай поработаем, а? Времени мало. Тут чуть-чуть осталось, смотри. Здесь закрепи. Я пока смешаю жидкость. Давай, давай. Все есть. А знаешь что? Малик, мы на Боинге полетим. Белый такой. Ертеңге дайындалыңдар. Қайсар, біз дайынбыз. Бірақ ертең біз не күтіп тұр? Уайымдама. Бәрі ойдағыдай. Ойдағыдай болғанда біз жоспардан тыс кеттік. Оның үстіне бізде жұмыс көбейіп кетті. Қара жұмыстың бәрін өз қолыммен істеп жатырмын. Оған өзім жауап берем. Жігіттердің әрбір ісіне де өзім жауап берем. Бірақ сол жұмысқа аз төлем жатқан жоқ па? Сен өсіп қапсың ғой. Байқамай қаппын. Мүмкін менің орныма барып тұрып, менің жұмыстарымның бәрін өзің тындыратын шығарсың. Қайсар, сен мен дұрыс түсінген жоқсың. Сенің орның бөлек. Бірақ мына Аман біздің арамызда не істеп жүр? Онда шаруаң болмасын. Ол менің қаным. Жарайды. Кеттім.
аман! Ағалар! Үйістіп отыра береміз ба? Әрекет жасайық. Боқ мұрын! Сенің кесірінен бәрімізді ат тастайды қазір отыранды. Тарт қолыңды! Бол ана балаңа. Айна, менің осында қалуым керек. Қалай? Неге? Сен ауданға барып, Тимабаевты тауып алды. Ауыл қылмыскерлердің қолында деп айт. Жолда тоқтама. Олар біреуді сатып алуы мүмкін. Жоқ, мен сенсіз ешқайда бармаймын. Сенің көмек шақыруың керек. Ал екеуміз неге бармаймыз? Екеуміз барып қайтқанша олар адамдарды өлтіре бастауы мүмкін. Мен оларды қалай тастап кетем? Ал мені қалай жалғыз жібересің? Басқа амал жоқ. Саташ. Әкем де, шешем де бір өзіңсің. Саған бірдеңе болса мен не істеймін? Болмайды. Болсашы. Болмайды. Болсашы. Болса да. Сен өзінің парызын өтеген. Ешкімнен қорықпаған, ешкімді сатпаған Дәукенбаев Саташтың әйелімін деп айта аласың. Саташ, сен не айтып тұрсың? Сенің еліктеріңнен маған не пайда, өзіңнен айырылып қалатын болсам? Мен қазір осы жерден кетіп қалсам, өзімнің ар-намысын айырылам, түсінесің бе оны? Саған ештеңе болмайтынына уәде бер. Жарайды. Уәде бер! Уәде берем. Бірақ есіңде болсын. Саған бірдеңе болса, біз сенсіз өмір сүре алмаймыз. Біз? Неге біз? Кім біз? Чё? Мұны кім сүйген? Бұл ауылда бір участковый бар. Ана бізге тамақ істеп жүрген қатын бар ғой. Сол оның әйелі. Ал мынауын зорлайын деген. Чё, поймали его? Ну, езжайте, найдите. Тоқта. Сенің інің бірге барады. Қалайша? Мен бара алмаймын.
Менің шаруам емес қой бұл деген. Дастан, мен бармаймын ғой. Дастан, мен бармаймын ғой, я? Дастан. Езжай давай. Давай. Дастан, мен неге баруым керек? Бұл іске менің қатысым қанша, Дастан? Дастан! Тоқтаңдар! Қаратас ауылының участковый Дәукенбаев Саташпын. 5 минут берем, беріліңдер! Тоқта! Тоқта дедім саған! Қолыңды көтер. Аналар қайда? Қаншер, сен Қаншер, оларды өлтірдің ғой, я? Өлтірдің ғой, я? Қозғалма. Қолыңды көтер дедім Ол саған. адамдардың жазығы не? Білгем. Құдай-ау! Адам өмірі ойыншық па? Ойыншық па саған? Неге өлтіресің оларды? Сен не істедің? Оларды бірден өлтіре салу керек пе еді? Ей! Есалаң! Ей! Саған не болды? Саған не болды? Қозғалма. Жарақатың ауыр екен. Мен дәрігермін. Шыда. Құдай-ау! Қолым қанға боялды-ау. Осында келгелі бері өлімнен басқаны көрмедім. Адамдар өмір сүру үшін жаралған, түсінесің бе? Жарайды. Ал менше. Тірі қалам ба? Мен саған айтып отырмын ғой, мен дәрігермін. Қозғалма тек. Ту, Қабай. Қанды көп жоғалтыпсың. Мен қазір оқты шығарып, қанды тоқтатам. Көлікте аптечка бар ма? Шыда, тек қозғалма. Бекен, кеше түнде не шештіңдер? Онда жұмысың болмасын. Бұлай жалғаса беру болмайды. Мал болса жайына қалды. Ақшасын қоссын деп айт. Ты чё? Ты чё зашел сюда? Здесь опасно, слышишь? Сабыр сақта. Мен саған келген себебім
менің жігіттерімнің ақысын көтересің. Қанша? 10-20%. 5 есе. 5 есе көтересің. Ты что, охренел, что ли? Мен саған айттым. Мен саған ескерттім. Болды. Малик қайда? Сука, убью тебя. Сонымен қылмыскер емес. Қалай айтсам болады? Дастан, менің ағам, инженер. Бұл істі 5 жыл бойы жоспарлаған. Келісім бойынша бағалы жүкті осы жақтың жігіттері күзету керек еді. Бірақ өзің көріп отқандай, мына баскесерлерге тап болдық. Жоспарымыз іске аспады. Бағалы жүк деген не? Біз алып келген топырақ радиация емес, уран да емес. Ол алтын. Түсінесің бе? Алтын. Ешқандай радиация жоқ. Біз тек алтынды топырақтан айырып алдық. Енді сынапты қосып, таза құйма жасау керек еді. Өкінішке орай, оған уақыт жоқ. Контейнер арқылы жеткіземіз. Қалай? Дастан келіскен. Вертолетпен. Вертолет ауылға келе ма не? Ол жағын білмеймін. Бірақ ағам келістіреді ғой. Саташ, мүмкін ақшаларсың. Бәрі орнына келеді. Ешкім өлмейді. Сен де кісі өлтірмейсің. Осыдан 7 жыл бұрын әкеммен қасындағы серігіне комбинат ауласында керексіз бір жатқан жабдықты аламыз деп ақша берген. Қарақшылар мас екен. Күзетшілер келіп, атыс басталады. Қарақшылар адамдардың бәрін өлтіріп, ешкімді аямаған. Әкем мен серігі өледі. Оқ арқасынан тиген. Бәлкім қашқан болар. Бірақ ішкі істер оларды ерлікпен қаза тапты деп жариялады. Әкеңнің сатқан екен. Қандай жаман. Әкесіз өстім ғой. Қадірін мен қайдан білейін. Өтінем аға, тездетіңізші. Саташқа көмек керек. Саташ ауылда жалғыз қалды. Қарақшылар көп, 10-15 адам. Жан жақтан көмек шақыру керек. Тезірек. Қай жаққа бұрылдыңыз? Бұл басқа жол. Естіп тұрсыз ба мені? Бұл басқа жол. Бұл басқа жол деп жатырмын, аға. Аға, бұрылыңыз қайтадан.
Саташ! Саташ, қайда кетіп бара жатсың? Тоқта, Саташ! Уәлихан деген қайсың? Тиме! Жібермейін! Мама! Жүр Мам! Мама! Жүр! Айналайын, тұрыңызшы. Сізге не болды? Не болды сізге? Данагүл тәте. Қане, орныңыздан тұрыңыз, Данагүл тәте. Ей, жүр! Мент! Саташ, менде бір ой бар. Кеттік, тұр. Кеттік. Қайсар! Бәрі бітті! Бәрі бітті! Мені өлтіріп, сендер не табасыңдар? Ангарда радиация бар деп ойлайсыңдар ма? Ол жерде алтынның топырағы. Қайсар сендерге қанша төлейді? 1000, 2000. Ол сендерді алдап жүр. Ангарда $1 миллион алтыны бар. Сенбесеңдер барып тексеріңдер. Мен оқ атпаймын. Кеттік. Уәлихан, жүгіріңдер. Дастан қайда екен, а? Айна ауданға жетті ме екен? Не істесем екен? Саташ аға, маған карабин беріңіз, бәрін атып өлтірем. Уәлихан, тездетіп көмек шақыр. Айнаның қайда екенін біл. Қане шап. Бол, тез. Аш.
Қайсар, мынау алтын ғой. Иә, алтын. Малик қайда? Бек, осында қаласың. Бізге аз төлеп, $1 миллион өзің алып алайын дедің ба? Я и так вам много заплатил. Вы даже этого не стоите. Саташ, естіп тұрсың ба? Ашуыңды бас. Өткенді ұмытсаңшы, қайтесің оны? Өткен оралмайды. Болашақты ойла, отбасыңды ойла, жарыңды ұмытпа. Бізде ақша жетеді. Қалаған сомаңды сұраш, үй сатып аласың, көлік аласың, жағдайың дұрысталады. Саташ, мына құрған жерде не табасың? Пайдасы жоқ, болашақ жоқ. Саташ, сен мен естіп тұрсың ба? Қалаған сомаңды айтшы. 100 мың, 200 мың, 300 мың. Ha, Саташ, қалай? Жарайсың. Келістің ғой? Келістік. Айттым ғой мен саған. Ақымақ екенсің. Айттым ғой. Қозғалуға болмайды деп. Саған демалу керек еді ғой. Қырсықсың. Саташ. Саташ. Есің жинашы. Саташ. Саташ. Саташ деймін. Саташ. Саташ, көзіңді аш. Саташ. Саташ! 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 Саған ештеңе болмайтынына уәде бер. Уәде бер. Әкем де, шешем де бір өзіңсің. Саған бірдеңе болса мен не істеймін? Кеттік. Әй, сен өліп қойған жоқсың ба? Саташ! Саташ, сен өлмеген екенсің ғой? Саташ! Саташ, сен бұмның! Саташ! Сен қалай аман қалдың? Мен сен өліп қалдыма десем.
Айна. Аманбыз. Бәрі жақсы. Дастан, сен өлмейсің. Сен мені естірсің. Мен сені қайтсем де құшағым. Дастан, естірсің бе? Дастан! Сол күні комбинатта сен болғансың. Аяқ қолдарымды сезмей тұрмын. Жігіттер, қайдасыңдар? Жігіттер! Жігіттер! Дастан!